Оралдық оқушылар бизнес әліппесін мектепте жүріп-ақ меңгеріп жатыр. Аманат партиясының бақытты отбасы партиялық жобасы аясында жас өспірімдер ұсынған ерекше бизнес идеялар іріктеліп алынды. Мен болашақ кәсіпкермін байқауы 4 жылдан бері өткізіліп келеді. Бүгінгі соңғы сынға аудан мен қала мектептерінен үздік шыққан озық жұмыстар таңдалды. Шәкірттердің қазылар талқысына ұсынған еңбектері бірінен бірі өтеді. Бір оқушы құйрық майдан таза өнім алып, оны сатуды ұсынса, енді бірі эко-өнім биогумус өндіруді жолға қойғысы келеді. Мектепке кино қою мен чат-ботты дамытуда жоспарланғандарда қазылар алқасының көңілінен шықты. Жобаның мақсаты оқу процесіне енген пәннен білім алатын оқушылардың жалпы болашақ кәсіпкер ретінде қалыптастыруы, олардың құзыреттілігін қалыптастыру бағытындағы өздерінің практикалық жұмыстары болып табылады. Жалпы оқу процесінде бұл 10-11 сыныптарда оқылады. Әрбір оқу жылының соңында білім алған оқушылар өздерінің бизнес жобаларын мектептің қабырғасында қорғайды. Ұсынылған жұмыстарды сараптаған қазылар жобаның сол күйінде қалмауына ерекше назар аударды. Олардың айтуынша бизнес жоба өзін ақтайтындай өміршең болуы тиіс. Осы талапқа сай деп танылған жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жұмысы 12 жобаның ішінен топ жарған Әли Кәрімов 14 жасынан бері шаш қиюмен айналысады. Бүгінде жеке кабинет ашып үлгерген бозбала болашақта әлемге әйгілі барбер болғысы келеді. Суыт воскресенье күндері бос уақытымда осы өзім ғимарат жалдап отырмын. Айына 25 мың теңге төлеп арендовать етіп, сол ғимаратта қазір қиып отырмын. Өзімнің 2 жылдан бері жинаған өзімнің клиентурам қалыптасқан, клиенттерім бар тұрақты. Осы шаш қиюдың арқасында ұялы телефонымды алдым. Студент апама көмектесем постоянно, отбасыма көмектесем, өзімнің киім кешегімді аламын. Осы саланы дамытып, өзім жеке барбершоптың владельці болғым келеді.